Сосын егер де осындай барлығын дайындап өзіңіз сюжетіңізді құрып алғаннан кейін оның түсін, шрифтін, сосын музыкасын өзгертем десеңіз, мына үстіңгі жағына барасыз. Шрифтін өзгерту үшін изменить шрифт дегенге басып, соның ішінен керекті шрифтті аласыз өзіңізге. Қазақша қайсы Times KZ деген қазақша жазулары барларды аламыз. Кейбір бұны дұрыстап қарап отырмаса, кейбір жазулар қазақшаны көбіне ашпайды, көп ашпайды. Сондықтан дұрыстап қарау керек. Мына жерде түсін таңдаймыз. Түсін жасыл осылай көк қалдырамыз ба, әлде басқа түстерді қосамыз ба, өзіміз осылай таңдап көрейік. Енді музыкасын қойайық, өзінің музыкасын көрейік. Неге шықпайды? Жақсы, осы музыканы қалдырамыз, яғни предварительный просмотр, алдымен көру батырмасын басу арқылы екеуінің біреуін жүктейміз. Сіздер бесплатный дегенді жүктейсіздер. Менде төленген, сондықтан мен оранжевый болып тұрған төленген высокий качествоны жүктеймін. Бірақ екеуіндегі айырмашылық сондайлық не емес, разница жоқ. Сіздерде мынандай окно шықпайды, сіздерде бірден жаңа көрсеттім ғой, сақтау видео деген жерге барып, мынандай мои видео дегенді басып, содан барып сақтайсыздар сіздер.